Сабыр еткеннің сауабы көп па, шүкір еткеннің сауабы көп па деген бір сұрақ қойылды бір жерде. Жақсы бауырлар, жауабы шүкір еткеннің сауабы көп болады. Дәлел, Құранда аят бар. Алла Тағала айтады, аз қауымдар ғана шүкір етеді дейді. Ғалымдар дұға қылады екен, Алла аз қауымның қатарында етші деп дұға қылады екен. Оны естіген кейбір адамдар, сен көпшілікпен деп дұға қылмайсың ба? Дұғаң қызық қой деген кезде, сол кезде жаңа кісі айтады екен, мен Құрандағы аятты меңзеп тұрмын. Алла Тағала Құран кәрімде деп айтқан, аз қауым ғана Аллаға шүкір етеді дейді. Сол аздың ішінде кетуіміз Алла нәсіп етсін бауырлар. Енді сол сөзді ашып тастайын, неге шүкірдің сауабы көп? Неге сабыр емес? Сабыр деген мәселе, міне сол тақырыпқа кіріп жатырмыз. Сабыр деген бізде, сабыр деген бір қиыншылық келеді. Қазір түрлерін өтеміз иншалла. Сабырдың бірнеше түрі бар. Сол кезде сізде не болмай қалады? Вариант болмай қалады. Себебін бәрін жасап көресің. Мысалы, қиыншылық түсті, емханаға түсіп қалдың, дәрігерлер кесетін, соятын жерді сойды, тігетін жерін тікті. Енді не деп айтады? Енді бауырым, дұғаңды тілей бер енді. Біз қолымыздан келетін жасады, сабыр ет дейді. Яғни біз қолымыздан келетін нәрсені істеп біттік деп атыр олар. Соны деп айтады адамдар, ғалымдар, сабыр дейді. Сабыр ет бауырым. Айығып кетесің, сабыр ет дейді. Ал шүкір